Микроскопиялық зертханалық құрт Sea Legends'тың өмірінің ұзақтығы бірнеше апта ғана болса, тасбақаның ғұмыры 100 жастан асады. Тышқандар мен егеуқұйрықтар 4 жыл өмір сүрсе, жер бетіндегі ең ұзақ тіршілік ететін сүтқоректілер үшін бұл сан 200-ден асуы мүмкін. Көптеген тіршілік иелері секілді жануарлардың басым көпшілігі жыныстық жетілуге жеткеннен кейін біртіндеп қартая бастайды. Бірақ қартаю дегеннің өзі не? Бұл процестің себептері әртүрлі және күрделі, бірақ қысқасын айтқанда қартаю клеткалардың өлуі немесе дисфункциядан туындайды. Жас кезімізде біз денеміздегі өлі және өліп бара жатқан жасушалардың орнын толтыру үшін жасушаларды үнемі регенерациялап отырамыз. Дегенмен біз қартайған сайын бұл процесс баяулайды. Сонымен қатар ескі жасушалар жас жасушалар сияқты өз функцияларын мінсіз атқара алмайды. Сонымен біздің ағзамыз біртіндеп әлсіреп, нәтижесінде ауруға шалдығып өлімге жетеді. Бірақ бұл тұрақты процесс болса, неліктен жануарлар әлемінде қартаю мен өмір сүру ұзақтығы әртүрлі болып келеді? Жауап қоршаған орта және дене мөлшері секілді бірнеше факторларда жатыр. Осы факторлар жануарлардың бейімделуі үшін эволюциялық қысым көрсетуі мүмкін. Бұл өз кезегінде қартаю процесінің әр қилылығына алып келеді. Атлант және Арктика мұхиттарының терең жақтарындағы Гренландия акулалары 400 жылдан астам өмір сүреді, ал арктикалық клаус квахог 500 жылға дейін өмір сүреді. Мұхитты мекендейтін ежелгілердің ішінде ең әсерлісі антарктикалық әйнек губкасы. Ол 10 000 жылдардан астам уақыт бойы ащы суларда өмір сүре алады. Осындай суық ортада жүрек соғысы мен метаболизм жылдамдығы бәсеңдейді. Зерттеушілердің тұжырымы бойынша бұл қартаю процесінің де баяулауын тудырадымыз. Осылайша қоршаған орта ұзақ өмір сүру қалпын жалпыластырады. Көлемі туралы айтатын болса, көбінесе үлкен жануарлар кішілерге қарағанда ұзағырақ өмір сүреді. Мысалы, піл мен киттің ғұмыр ұзақтығы тінтуір, егеуқұйрық немесе фольге қарағанда әлдеқайда ұзақ. Ал өз кезегінде олар шыбындар мен құрттарға қарағанда ұзағырақ жасайды. Құрттар мен шыбындар сияқты кейбір кішкентай жануарларда клеткалардың бөліну механизмі де шектелген. Олардың ағзалары көбінесе бөлінбейтін және зақымдалған жағдайда ауыстырылмайтын жасушалардан тұрады. Сондықтан олардың денелері тезірек қартаяды. Өлшем бұл жануарлардың қуатты эволюциялық драйвері. Шағын тіршілік иелері жыртқыштарға жем. Мысалы, тінтуір әдетте табиғатта 1 жылдан астам өмір сүре алмайды. Сондықтан ол қысқа ғұмырына қарсы эволюциялық қорғаныс ретінде тез өсіп, тез көбейе бастайды. Үлкен жануарлар керісінше жыртқыштардан қорғана алады. Сондықтан олар үлкен өлшемдерге дейін өсіп, өмірлерінде бірнеше рет көбеюге мүмкіндіктері бар. Өлшем ережесіне бағынбайтын жарғанаттар, құстар, қоңыздар және тасбақалар бар. Бірақ бұл жануарлар әрбірінің жыртқыштардан құтылуына мүмкіндік беретін басқа бейімдеулері бар. Сонда да қасиеттері, өлшемдері мен өмір сүру ортасы ұқсас жануарлардың қартаю процесі әртүрлі болуы да кездеседі. Бұл жағдайларда ғұмыр ұзақтығының айырмашылығы әр ағзаның жасушалары қауіп-қатерге қалай жауап беретіні сияқты қасиеттеріне байланысты пайда болады. Сонда әр алуан факторлардың әртүрлі деңгейдегі үйлесімдері жануарлар әлеміндегі өмір ұзақтығының айырмашылығын түсіндіреді. Ал бізше, қазіргі уақытта адамзаттың орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жас. Бұл сан жер бетіндегі ең ұзақ өмір сүретін тұрғындардың өмір жасына тіпті жақында келмейді. Дегенмен біз өмір сүру ұзақтығын арттыра алдық. Ерте 1900 жылдары адамзаттың орташа өмір ұзақтығы 50 жыл болған. Одан бері біз қартаюды тездететін қоршаған ортаның әсері мен тамақтану секілді факторларды басқару арқылы ұзағырақ өмірге бейімделіп келе жатырмыз. Осы және басқа да өмір сүру ұзақтығының арттыру жолдары бізді табиғи тағдырымызды бақылауға алған жалғыз түрге айналдырады.